Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге мен Ерафифа. Бүгінгі видеода мен сіздерге қалай любой ойыншыны сатуға болатынын көрсетемін. Алдымен рынокқа кіреміз. Содан біз жерде мой игрокиді басамыз. Потом бұл жерде біз көптеген игроктар бар, біз бәрін қарап шығамыз. Мысалы, мен вампирсиде қарайын, мен жерде сатып алуды басамыз, көк кнопканы. Потом мына жақта продал, мына жақта көк жан тұрса, ол сатылады деген сөз, және де сатылмайды деген сөз, және де қызыл жан тұрса, сатылады деген сөз. Бұл екеуі де жан тұрса, ол сатылады, алынады деген сөз. Мысалы, енді Ван Дайкті көрейік. Ван Дайк та сондай екен, оны сатып жатыр, және де алып та жатыр. Мен оны қазір любой время сатып жібере аламын. Және тағы, мен Дэвисті көрейік. Ол тоже сатылып жатыр екен міне. И не қызыл жанып тұрған ол сатып алып жатыр, және де көк жанып тұрған ол сатылып жатыр. Не? Көптеген игроктар сатып алып, және де сатып жатыр екен. Және де міне Бейлді көрейік. Оны 11 адам алып жатыр екен, сатып алып, ал 5 адам сатып жатыр екен. Міне үстіп бізде өте оңай. Енді так, мысалы сіздерге диярды көрсетіп берейін ең соңғы рет. Міне оны так, неше адам? 1, 2, жоқ, 4 адам алып жатыр екен, 3 адам сатып жатыр екен. Өте жақсы. Біз үстіп көп барлық игроктарды сатып жіберуімізге болады. Егер осы способ сіздерге пайдалы болса, арнаға тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Баршаңызға сәттілік, сау болыңыздар.